Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен пахлаваның рецептісімен бөліскім келіп отыр. Осы рецепт арқылы даярланған пахлава өте дәмді шығады. Бір рет дайындасаңыз, үнемі осы рецептпен даярлағыңыз келіп тұрады. Сол үшін жүрекшені басып, сақтап алыңыздар. Алдымен ұнға разрыхлитель қосып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң ұнымызды блендер ыдысына салып, оған суық сары майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Блендер болмаған жағдайда пышақпен немесе үккішпен майдалап алсаңыздар болады сары майды. Сары май міндетті түрде мұздатқыштан шыққан болуы тиіс, суық болуы тиіс. Сары май араласқан ұнымызды бір ыдысқа салып, оған 2 сарыуыз және қаймағымызды салып, жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Алдымен қасықпен немесе лопаткамен араластырып алыңыздар, содан соң қолмен қамыр илейміз. Қамырымыз өте тез илену керек, сол кезде ана сары май қатты еріп кетпеуі тиіс. Жылы қолда ұзақ ұстап тұрмауымыз қажет. Сол кезде бізде әдемі песочный тест шығатын болады. Тестімізді 4 бұрышты целлофан пакетке салып, оны оқтаумен жақсылап 4 бұрышты етіп форма жасап аламыз. Солай холодильникке 1 сағатқа жіберетін боламыз. Сол кезде бізде кескен кезінде өте ыңғайлы болады. Минимум 1 сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. Салмасына грек жаңғағын блендермен немесе пышақпен езіп алыңыздар. Келесі ретте біз пахлавамызға меренга даярлайтын боламыз. Ол үшін 3 ақуызды жақсылап миксермен араластырамыз. 3 ақуыздың біз 2 сарыуызын неге тестаға қолдансақ, біреуін ол бетіне жаққан кезде қолданамыз. Сонымен жаңағы 3 жұмыртқаның ақуызы бізде түгел қолданылады. Оған жаңағы қантты деген аздап отырып қосамыз, араластырамыз. Одан кейін қантты аздап қосамыз, сөйтіп бірнеше бөлікке бөліп отырып қосамыз. Меренгамыз дайын болған уақытта ол ыдысымызды төңкерген сәтте ол ешқандай ағып кетпеуі тиіс, ыдысымызда сол күйінше қалады. Тоңазытқыштан тестімізді шығарып, оны целлофанын кесіп немесе алып тастаймыз. Содан соң 3 бөлікке бөліп аламыз қамырымызды. 3-ке бөлінген қамырымызды сеуіп отырып жаямыз. Ыдысыңыздың көлеміне сай етіп, 4 бұрышты етіп жаямыз. Немесе мен сияқты противеньге салатын болсаңыз, мұнда қалыңдығын 3 мм-дей етіп жайып шығамыз. Содан соң жаймамыздың бір бөлігін противеньге саламыз. Оның үстіне дайын болған меренгамыздың жартысын жағып шығамыз. Осы меренга арқылы бұл пахлавамызға өте ерекше дәм беріледі. Содан соң үгітілген грек жаңғағын бетіне сеуіп шығамыз. Жартысын сеуіп шығамыз. Содан соң жайманың екіншісін бетіне қойып, қалған меренгамыздың барлығын үстіне жағып шығамыз да, қайтадан үстіне грек жаңғағын сеуіп аламыз. Осы пахлавамызға негізі осы меренганың арқасында өте дәмді болып шығады. Сіздер егер бір рет жасаған болсаңыздар, одан кейін қайта-қайта осыны қонаққа ұсынсаңыздар да өте керемет. Өзінің түрі де әдемі көрінеді және оны ұсынған кезде де сіздер қонақтарыңызды, үйдегілеріңізді барлығын риза қыласыздар. Дайын болған пахлавамыздың бетіне сарыуызбен айранды жақсылап араластырып, силиконовая щеткамен жауып шығамыз. Сол кезде ол піскен кезінде беті сап-сары әдемі болып піседі. Бұл өзіне жаңа пахлаваға әдемі көрік беріп тұрады. Болашақ пахлаваларымызды реттеп аламыз. Ол үшін пышақпен пахлавамыздың бетін баспай ақырын отырып, 4 бұрышты немесе ромб етіп, кескінін сызып аламыз. Ақырын отырып кесіңіздер, сол кезде ана сыртына меренгамыз шығып кетпеуі тиіс, ол ортасында қалатын кремі, сондықтан ақырын отырып кесіп алыңыздар. Бетіне грек жаңғағын әсемдеп қойып шықсаңыздар болады. Оны қойғанда да ақырын ғана басыңыздар, қатты басуға болмайды. Осымен пахлавамыз дайын. Енді осыны 180 градуста қызып тұрған пеште 30 минутқа жібереміз. Бұл барлығы сіздің пешіңізге байланысты. Бетіне
балды кішкене жылытып алып, соны бетіне жағып шығамыз. Сол кезде ана карамель ретінде пешке салған уақытымызда карамель сияқты болады, өте жылтырлап әдемі болып шығады. Дайын болған пахлавамызды кесеміз. Кесіп дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Сіздерге де жасауға міндетті түрде кеңес беремін. Осылай жасалған пахлава міндетті түрде дастарханның сәнін келтіреді. Сіздерге ұнаса, жүрекшені басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар.